Құран оқуға құлшындыратын 5 қағида. Бірінші қағида. Құран оқу өте оңай. Сіз құранды белгілі бір адамдар ғана оқып жаттауы керек. Маған ондай болу қайда дейтін шығарсыз. Араб әріптерін білмеймін ғой. Оның үстіне тілім келмейді. Құран үйреніп отыратын уақыт қайда? Жұмыстан қолым босамайды дейтін де шығарсыз. Алайда 5 қағидамыздан кейін Алла қаласа сіздің ойыңыз 180 градусқа өзгереді. Себебі Құран оқу және оны жаттау сізбен және біз ойлағандай аса қатты қиын шаруа емес екен. Сонымен, егер сіздің Алланың сөзін оқып көкейіме түйемін деген ізгі ниетіңіз болса, қазірден бастап іске кірісудің сәті келіп тұрған сияқты. Себебі Құран үйренуге кез келген жаста кіріссеңіз де кеш емес. Ең алдымен Құран оқылған үйге періштелердің келетінін, көкірегіңіз Құранмен нұрланып, өміріңізге, тұрмысыңызға береке кіретінін ұмытпағайсыз. Жомарт Алла тағала Құранда егер немесе әйелден кім иманды болған күйде ізгі амал істесе, онда оны оларға игілікке толы өмір сыйлаймыз, әрі олардың сыйын істеген амалдарынан да артық етіп қайтарамыз деген. Егер сіз күніне ең болмағанда бір немесе 2 аяттан амал жасап тұрар болсаңыз, егер ең табысқа ие боласыз. Себебі Алла ақиқатында Алланың кітабын оқитын, намаз барлық шарттарды сақтап беріле толық орындайтын және біз ризық етіп бергеннен жасырын әрі ашық түрде жұмсайтындар ұтылмайтын саудадан үміт етеді. Алла оларға сыйларын толық береді, әрі өз кеңшілігімен арттырып береді дейді. Біліңіз, мешітте Құран үйрететін ұстаздар, имамдар немесе әлемге танымал небір қарилардың бәрі де кезінде Құранның бірде-бір әрпін танымайтын. Олар Құрандағы мағыналы түсінбес түгілі таңбалардың атауын да білмейтін. Олар да сіз бен біз секілді адамдар. Олар да ұстаздардың алдына барды. Аптасына 1-2 сағат қиып, әріп танып, мағыналық аудармасын оқып, мәнін түсінді. Нәтижесінде Құранға деген құрметтері артып, махаббаттары оянды, абыройлары артты. Кез келген Құран оқитын адамнан сұрасаңыз, оның ешқандай қиындығы жоқ екенін айтады. Себебі Құран оқу өте оңай. Алла біз Құранды еске алуға, сөзін, мағынасын түсінуге жеңіл еттік. Ендеше еске алушы бар ма дейді. Сондықтан еш қиналмай дәл қазірге алғашқы қадамды жасаңыз. Құран үйрететін дәріске жазылып, сауатыңызды ашыңыз. Алдыңызға бүкіл адамзат жолбасшы болған бар ғылымның атасы Құранды оқимын деген биік мақсат қойыңыз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігіне сәлем болсын. Құраннан бір әріп оқыған адамға бір жақсылық жазылады. Ал әрбір жақсылықтың сауабы 10 еселенеді дейді. Ендеше сәттілік. Сансыз сауап толы теңізге күміп етіп қойып кетуімізге не кедергі? Екінші қағида. Ниетіңіз нақты, ықыласыңыз қатты болсын. Бәрімізге белгілі хадистердің бірінші шын мәнінде амалдар ниетке байланысты және расында әрбір адамға ниет еткен тиесілі делінген. Кез келген істің артында мен осыны қалайда жасаймын, менің қолымнан келеді деген биік мақсат, ыстық ықылас, жалынды жігер тұрмаса, оның нәтижелі болуы екі талай. Мысалы, егер сіз дәрігер болуды армандасаңыз, оның ұзақ уақытқа созылатындығына қарамастан сол уақыт оқуға міндетті түрде түсетініңізді, қиналып жүріп оқитыныңызды, ақыры күндердің бір күнде мақсатыңызға жетіп, қалап иіп ауруларды емдеу мәртебесіне ие болатыныңыз анық. Құран оқуда дәл сол секілді өз жемісін міндетті түрде береді. Ендеше алдыңызға айқын мақсат қойып, соған жетуге талпыныңыз. Алдағы бір аптаға жоспар құрып, Құран үйренуге белгілі бір уақыттарды бөліңіз. Мынаны есіңізде ұстаңыз. Егер Алла сізді Құран оқумен айналыстырып қойған болса, онда қуаныңыз. Себебі сіз Алланың сөзін оқуға лайық болған құлдардың қатарындасыз. Ақын қалқаман
Сарин айтпақшы, көшеде адасып көп кісі мешіттің есігін таппай жүр. Адамзат баласы шүкірет, басқаға бермеген бақ қой бұл. Үшінші қағида. Үйіңе Құран атмосферасын орнат. Құран Жәбірейіл періште арқылы адамзаттың абзалы болған Алла елшісіне, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, түсірілген Алланың сөзі. Адамдар кез келген туындының қатесін табуы мүмкін, алайда Құран ешбір осы уақытқа дейін қате төгілу, күдік, күмән тауып көрген емес. Керісінше, ғылым енді ашып дәлелдеп жатқан жаңалықтар Құранда баяғыда жазылып қойған көріп таңдай қағуда. Құранда сіз жауабын таба алмай жүрген талай проблемалардың жауабы бар. Су ішпеген адам шөлдейтін секілді, адам жаны да Құранның қуат алып тұрмаса азып құлазып кетеді. Жаңбыр жерді қалай бусандырса, Құранда жүрегіңізге қуат, жүзіңізге нұр, өміріңізге шаттық сыйлайды. Мынаны есіңізге ұстаңыз. Егер сіз Алланың сөзіне мойын бұрамын, оны түсініп, өзіме жолбасшы етемін деп анық ниет еткен болсаңыз, онда сізге бұл жолда барлық күш-қуат қолында болған Алланың өзі көмектеседі. Құран оқып үйрену кезінде біраз қиындықтар болуы мүмкін, уақытыңыз кетеді, кейде жалқаулығыңыз ұстайды дегендей, алайда бұл белесті бағындырайын деген кейін Алла ең ұнамды амал жасап, оның және баршаға адамдардың алдында абыройлы боласыз. Бүкіл әлемнің Раббысы сізді жақсы көретін болады. Алла тағала Худзи хадисте: мен құлымды жақсы көрген сәттен бастап, оның естетін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы, жүретін аяғы боламын. Егер ол менен бір нәрсе сұраса, мен оны міндетті түрде беремін. Егер менен пана сұраса, оны сақтаймын және жасырамын деген. Құран үйренуге байланысты айтатын үш қағидамыз: үйіңізге Құран атмосферасын орнату жайында болмақ. Көлікте, жолда, үйде, тамақ істеп жатып, шай ішіп отырып, тағы басқа кез келген жағдайда Құранның аудио нұсқасын қосып қойып тыңдай жүріңіз. Біраз уақыттан кейін әлгі сөздер миыңызда жатталып, тіліңіз де үйреніп кететін болады. Әрі құлағыңыз жаман сөздерді емес, қасиетті Құранды еститін болса, бұл да нұр үстіне нұр емес пе? Төртінші қағида. Құранның 13 парасын жатқа білген ақын. Кешегі келмеске кеткен кеңес үкіметінің кезінде еліміздегі мешіттер қиратылып, дін таратушы қожа молдаларды қойдай құру принципінде жүзеге асқан баршаға мәлім. Бірақ солай болса да, сіздің ата-бабаларымыз қорасынан қасып алған үңгірінде намазын оқып, жейдесінің төс қалтасында жүріп, әбден ескірген Құранның парақтарын парақтап отырып, өз діні мен дәстүрін сақтап қалған. Мәселен, сіз ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 19 жасына дейін Құранның 13 парасын жатқа дейін білгені туралы білесіз бе? Бұл туралы Жүсіп Аймауытов өзінің Торайғыров атты ғылыми зерттеу мақаласына былай деген: Махмұтовта қандай бейнет шексе де, жолында қандай бөгет тұрса да, көздеген мақсатына жетпей тынбайтын бір мінез бар. Махмұт тақуа болды. Осында зікір, күн шықса шықпай оқығаны намаз, зоулатқаны жасын, яғни Ясин сүресі. Ол дәретсіз жер баспайтын, қари болам деп Құранның 13 парасына дейін жаттап алды. Шынында да Құран адамды өзгертеді. Құран жаныңызға тыныштық сыйлайды, жан мен тәніңізге шипа береді. Алла Тағала Құранда күллі адамзатқа: әй адамдар, тәңірлеріңнен сендерге деген насихат, жүректеріңдегі еріктеріңе дауа, мұсылмандарға тура жол жарылқау ретінде Құран келді. Біз Құраннан имандылар үшін шипа және мейірім түсіреміз деп сүйіншілеген. Сізге бұл жолы айтар кеңесіміз сол: егер Құран үйренуді, оқуды бастап кеткен болсаңыз, бұл амалды аз болса да үзбей жалғастыра беріңіз. Тіпті күніне 2 аят оқысаңыз да. Себебі Аллаға амалдың аз да болса жүйелі түрде орындалғаны
ұнайды. Ал Құран оқып үйренуді бастамағандарға әлі де болса кеш емес дегіміз келеді. Тіпті 80-90-ға келгенде ата-әжелеріміз мешітке барып Құран үйрететін ұстаз іздеп жүргенін талай көргенбіз. Ендеше дәл қазір бастап кетіңіз. 5-ші қағида. Достарыңа көңіл бөл. Кез келген адам күнделікті араласатын жолдастары мен өз ортасына қатты көңіл бөлу керек. Себебі адам өзінің досының дінінде маған досыңды көрсет, мен сенің кім екенін айтамын деген сөздер бекер айтылмаған. Ортаңды бүгін өзгертпесең, олар ертең сені өзгертеді. Сондықтан өз айналаңа Алланы еске алушыларды топтастыр. Олармен көбірек аралас, дәмдес дастархандас бол. Себебі жақсы дос әтір сатушы секілді. Одан әтір сатып аласың немесе өзі сыйға тартады. Ең болмағанда үстіңде әтірдің хош иісі қалады. Ендеше Құран оқып үйрену қиын қой. Құран оқып отыратын уақыт қайда? Ей, біздің қолымыздың келе қоймас дейтін достардан аулақ бол. Құранмен дос болғандарды өзіңе жолдас ет. Олардың жақсы қасиеттерін үйреніп қалуға тырыс. Шын мәнінде Алла қандай ұлы болса, оның сөздері де сондай ұлы. Егер сен Құранды мықтап ұстансаң, адаспайсың. Алла Құранда барлығың Алланың арқанынан айырылмайтын ұстаңдар да бөлінбеңдер деген. Мұндағы арқан жіп деген сөзді ғалымдар бұл Алланың діні мен кітабы, яғни Құран деп түсіндірген. Сен біреуді қатты жақсы көрсең, оның сөздерін мұқият тыңдар ең. Әр айтқанына ерекше назар салып, дәптеріне жазып алар ең. Ендеше Алланы жақсы көрсең, оның да сөздерін құлақ ас. Алла Құранда олар Құранға зер салып қарамай ма, әлде олардың жүректері құлыптаулы ма дейді. Ендеше жарлығы күшті жаратқанның сөздеріне зер салып қара. Негізінде бұл ең тура жолға салады. Әрі дұрыс іс істеген мүміндер үшін әрине зор сыйлық бар екендігін сүйіншілейді.